Екі ғана заттан тұратын үй жағдайында дәл осындай қызыл ірімшік жасаймыз. Сіздер де балаларыңызға жасап беріңіздер, таласып қойып жеп қояды ғой. Алдымен кастрюля немесе қазанымызға сүтімізді құйып аламыз. Кез келген магазиннің сүті жарайды. Қайнап шығуын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін айранымызды құйып, айранды құйған уақытта дәл осылай іртіктер пайда болады. Сөйтіп асты орташа отта 2 сағаттай қайнатамыз. Түсі осылай өзгеріп шығады. Көрдіңіздер ма? Осы уақытта дәміне қарай қантын саламыз да, тағы да асты баяу отта тағы да 2 сағаттай қайнатасыздар. Қаншалықты көп қайнатсаңыздар, соншалықты ірімшіктің түсі де қоңыр, әдемі түске енеді. Мінекей біздің ірімшігіміз дайын болды. Кез келген марлыға, ыдысымызға осылай сүзіп алып суынан, одан кейін тарелкамызды жауып, үстіне ауырлау затты қойып, бір түнге қалдырамыз. Бір түннен кейін осылай ірімшіктеріміз бір-біріне жабысып, әдемі өзінің формасын сақтайды. Жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, олар да үй жағдайында жасап көрсін.